Қазақтар бірін-бірі жүрген жерінде қолдап жүру, елімізге сәлемдемemizi жіберу. Ben kendim Türk'üm ama bir Türk olarak Kazak kardeşlerimin Nevruz kutlamasında burada beraber. Nach kasachische, kirgisische, euroasiatische Tradition. Biz osunda her yerden jinaildik. Evropanın tükpür-tükpüründen geldik. Саламатсыз ба, бүгінгі бейне Германиядағы қазақтардың кездесуіне арналған. Жақында 7 сәуірде Германияның Нюрнберг қаласында Еуропада тұратын қазақтардың кездесуі өтті. Нюрнберг қаласын атап кетсек, ол ең неміс қаланың бірі. Орта ғасырлық сәулет ескерткіші бавариялық пряниктердің отаны болып есептеледі. Бұл ертедегі императорлар мен патшалардың қаласы, әр қадамда таңғажайып жерлер мен таңғажайып пейзаждар кездеседі. Ал осы қалада өткен кездесудің басты тақырыбы Наурыз мерекесі болды. Кездесудің қалай өткенін бірге көрейік. Ал міне қазақтар жиналып жатыр. Ғали да мында. Нюрнбергта жүрміз, қазақтар жиналып. Керемет. Siz қайдан келдіңіз? Қай қаладан? Регенсбургтан келдіңіз. Дұрыс. Сіз қайдан келдіңіз? Нюрнберг, осы қалада. Осы қалада тұрасыңдар? Күшті ғой. Алыс керек емес баруға. Вивиан и Лаура. Айдар. Юля. Юля, очень приятно. Очень приятно. Мой старший сын Даниар. Очень приятно, мы уже познакомились. Второй сын не приехал, кызым моя дочка Иселина. Очень приятно. Осылай Германияда кездесіп жатырмыз. Наурыз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Наурыз мейрамы құтты болсын. Бірге болсын. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Наурыз. Осында болады біздікі. Наурыз Германияда машиналар жиналды. Алейкум салам, қалайсың? Акимбай, Аким, қалайсың? Жақсы, жақсы. Саламалейкум. Кірейік, алып сіздер көрейік, ішінде не болып жатқанын. Юля! Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум, жақсы, рахмет, сәлематсыз. Видео жасауыңыз ба не? Иә, рұқсат болса, саламалейкум. Сәлематсыз, Сұлтан. Алиямын. Сәлем, Сұлтан, өте керемет. Ассалаумағалейкум. Алейкум сәлем. Қайдан боласыз? Осы Осыдан, Қазақстаннан. Россияның қазағымыз. Орынбор? Омская область. Омска? Осында тұрамыз, Штутгарт город. Бәрі жақсы. Тойға қалдық. Рахмет. Сіз? Мен Қарағанды облысы Теміртау қаласының қазағымын. Осында Штутгарттың маңайында тұрам. Мына осында Наурыз тойға кеп қалдық. Той құтты болсын. Рахмет. Бәрімізге тілейтін денсаулық, тек қана осындай той думамен кездесе берейік. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Деп айтпай қойын, жоқ ма? Берлин қаласынан. Қазақстандан? Қазақстаннан жалпы Павлодар қаласы. Павлодар қаласы. Мұнда оқисыңдар ма? Тұрасыңдар мұнда? Мұнда жолдасым жұмыс жасайды. Сен қонаққа келдің? Екеуміз үйленіп, мен мұнда келдім, көшіп келдім. Дұрыс, күшті. Бәрін сәлем. Сен домбыра тартасың? Мен домбыра тартамын. Базар жоқ, красавчик. Кездесуді өткізу үшін осындай әдемі Бодрум Эвензаль залы жалға алынды. Бағдарлама бойынша іс-шараның ашылуы сағат 5-те жоспарланған болатын.
Осы жақта қазақтың ұлттық киімдері мен әшекейлеріне арналған шағын сату бұрышы орналасқан, сондай-ақ ұлттық үлгідегі әртүрлі заттар көрсетілген. Құрметті тойшы қауым, бүгін Германияда өтіп жатқан Европа қазақтарының тойына қош келіпсіздер. Бұл жерде біз тек қана жиналып наурыз тойын атап өтпей, сонымен қатар Қазақстанның қолөнершілерінің, зергерлерінің, тігіншілерінің дүниелерін көрме жәрмеңке ұйымдастырдық. Елді сағынған, Қазақстанның бір бөлшегін өзімен бірге алып жүргісі келетін замандастарымыз, жерлестеріміз осы жерден елінің бір естелігі ретінде, елінің қолөнершілерінің қолдау ретінде дүниелерін сатып алып, күнделікті өмірде қолданып жүрген жерлерінде, шетелдің қай жерінде жүрсе де қазақ екенін үстіндегі киімі мен әшекейімен көрсетіп жүре алады. Сондай мақсатта ұйымдастырылған дүние. Also, den Kumus hier stellen wir in Deutschland her, aber nach Tradition, nach kasachischer, kirgisischer, euroasiatischer Tradition produzieren wir den. Und das machen wir schon über 60 Jahre hier in Deutschland. Ja, wir haben ein großes Gestüt, haben über 200 Melkstuten und ja, werden das ganze Jahr über gemolken und das ganze Jahr wird Kumis produziert. Ja. Und jetzt ja. Ja, genau. Германияның оңтүстігінде Вальбрун-Мюльбен деп аталатын шағын ауылда Некер-Оденвальд округінде 45 жылдан бері қымыз өндіріліп келеді. Бұл ерекше және пайдалы сусынның өндірушісі, жылқы фермасын басқаратын және отбасылық дәстүр бойынша 60 жылдан астам уақыт бойы бие сүтін өндірумен айналысқан Цольман отбасы. Одан Цольман кәсіпорны қымыз ғана емес, сонымен қатар денсаулық пен сұлулық үшін түрлі өнімдер шығарады. Қонақтардың барлығы дерлік жиналды. Әрине келе алмағандар да бар, әлі де кешігіп келгендер де бар. Кешігу деген біздің қазақтың қанымызда бар ғой, қазақ, Германияда қазақ дегендей. Айтып кетсе, бұл іс-шара 5 елінің өкілдерінің қолдауымен ұйымдастырылды. Бұл Германия, Финляндия, Швейцария, Франция және Дания. Іс-шараға осы елдің әрқайсының өкілі де қатысты және олар басты жүргізушілер болды. Туғанды бүгін той қылған күнін, мұң күніне балайтын, сақтаған салтын, армысың халқым, ассалаумағалейкум, күніндей нұрлы көктемде. Ас болсын. Мінеке тағы да адамдар келіп қалды. Мүмкіндігінше бәрі бір-бірімен танысып жатыр. Қай қаладан, руын сұрап. Бағдарламаның басында ұйымдастырушылар өздерімен таныстырып кетеді. Сондықтан әрі қарай қызықты болады. Қош келдіңіздер. Бүгінгі бұл наурыз мерекемізге тек қана өзіміздің қандастар değil, Қазақстанда туып өскен неміс бауырларымыз да келді. Сосын басқа қалалардан келген, басқа елдерден келген барлық қонақтарымызға қош келдіңіздер деп бүгінгі ашылыстың жариялаймыз. Жөн көріп отырмын, менің атым Назым Сақай. Мен Ирландияның Нюрнберг академиясында дәрігер мұғалім болып жұмыс істеймін. Менің атым Айкен Қайранбайқызы. Мен Финляндияда 30 жылдай болып тұрғаныма. Осы наурыз тобының жетекшілерінің бірімін. Енді осы сіздерді құттықтай отырып, келесі жылдарда, басқа уақыттарда осындай бәріміз сіздерді осы наурыз мерекесінде күтеміз. Қош келіпсіздер. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді наурыз мейрамымен құттықтаймын. Бүгін біз осында әр елден жиналдық, Европаның түкпір-түкпірінен келдік.
Осы мейрамға қатысқаныма қуаныштымын. Мен Финляндиядан келдім, Айкем Қайранбайқызымын. Кештері қалай? Менің есімім Серік Тұрсын, Швейцариядан. Сол жерде дәрігер істеймін. Институтта сабақ беремін, аздап. Қош келдіңіздер. Мейрамдарыңыз құтты болсын, Наурыз құтты болсын. Осылай бәріміз бас жиналып бірге болайық жылда қазақ тілінде бүкіл дүние жүзінде жүр ғой. Осында Германия, қазір осында отырған Финляндия, Швейцария, Франциядан келді, сонау Даниядан келіп отыр. Сондықтан қош келдіңіздер. Рахмет сіздерге. Менің есімім Серік Тұрсын. Мен Екібастұздан келдім, Қазақстаннан. Бірінші Германияға келдік. Содан кейін сөйлеген қазір Швейцарияға көшіп кеткенбіз. 10 жылдан асты сол жерде тұрамын. Негізгі кәсібім ол медицина, дәрігер болып жұмыс істеймін. Содан кейін дәрігер мұғалім деп аталады. Болашақ дәрігерлерге кішкене практика жағынан сабақ беремін. Рахмет. Құрметті қазақ елі деп айтайын. Неміс емес, бәріміз бір халықпыз, бір адамбыз, бәріміз Еуропада өмір сүріп жатқанбыз. Мен аты жөнім Қажи Акбар Аюби, Данияда боламын. Біз осы Наурыз тобын бастағанымыз 2017 жыл осы Нюрнберг қаласына бастап едік. Мақсатымыз Еуропаның түкпір-түкпірінде жүрген қазақтарды, Қазақстаннан келген бауырларды бәрін бір жерге жинап, бір-бірімен танысып, ары қарай салт дәстүрімізді дамытып, Еуропаның ішіндегі бір қазақ мәдени орталық жарату еді. Жылдар бойы біз 2017 Нюрнберг қаласында жасадық, 2018 Антверп, Бельгияда жасадық, 2019-да Гамбург қаласында жасадық. Міне коронадан кейін биыл қайтадан Нюрнбергке оралдық. Бар кезге қош келдік деп айтамыз. Өзіңіз білесіздер, біз Франция Аян, Финляндия Айкен апа, Дания өзім, Серік Тұрсын, Швейцария, Германия. Сол үшін біздің Наурыз тобы Еуропа Наурыз қазақтары деп аталады. Бүкіл Еуропада қазақтарды жинау мақсатымыз кім-кім басқа қала, басқа мемлекеттерден ат салысам десе қош келдіңіздер. Рахмет, салыңыздар. Бір-екі ауыз сөз айтып кетейін. Біздің арамызда Цольман мырза бар. Ол Цольман мырза бізге келіп осында Германияда шығарып жатқан қымызын алып келеді. Міне қош келдіңіз. Kannst du kommen, Herr Kollmann, hier kommen? Zollmann, kannst du hier kommen? So ein paar Worte. 2 Worte. Ich weiß nicht, ob das in 2 Worte schaffen. Ich bedanke mich bei euch und ganz besonders bei Nazim, dass ihr mich eingeladen habt und ich pflege eure Tradition. Ich bin immer beeindruckt, bei euch sein zu dürfen und ich bin auch froh, dass ich den Kumis in meinem Leben gefunden habe. Euch alles Angenehme heute Abend und viel Freude und pflegt eure Gemeinschaft. Danke. Құрметті тойшы қауым, Наурыз тойына жиналған Еуропаның қазақтары. Менің атым Баян, мен Францияда тұрам бірнеше жылдан бері. Осы жүрген жерімде Ақтөбенің қызымын жалпы. Ақтөбе облысы, Қарабатақ ауданы деген. Жүрген жерімде қазақ екенімді көрсетіп, өзімнің қай жерден шыққанымды, мәдениетімді, тілімді, дәстүрімді өзім жүріс-тұрысымен көрсетуге тырысам. Францияда мысалы Парижде мен қазақ екенімді көрсету үшін өзімнің ассоциациямды құрғанмын. Бұл ассоциацияда қазақтың дизайнерлері, стилистері, мына біздің үстімдегі киім мысалы сол Қазақстаннан шыққан дизайнердің дүниесі. Жүрген жерімде біздің ежелгі дәстүріміз киім арқылы да мәдениет көрсетуге болады. Сондықтан соны насихаттап жүремін. Осы қазір осы жерде тұрғаныма қуанып тұрмын. Қазақстанға кетіп қалғандай болып тұрмын, қазақтардың арасында тұрғандай. Қош келіпсіздер. Наурыз тобының құрылғаны 2017-тен бері мен ол кезде Парижде студент болдым. Содан кейін біразда Антверпенге де барып атсалысып жүрмін қолымнан келгенше. Наурыз тобының мақсаты бұл тек қана жиналып алып жылда
той өткізу емес. Сондықтан қазақтар бірін-бірі жүрген жерінде қолдап жүру, елімізге сәлемдемемізді жіберу, еліміздегі мұқтаж адамдарға дем беру, қолдау беру. Соның мысалы ретінде, мысалы сізге айтайын, тарихты білесіздер ғой, тарих қазақ не көрмеді, қазақ не бір заманды басынан өткерді, бірақ сонда да бармыз, тіріміз. Соның біздің тарихымызда қалған ақтаңдардың бірі ол ашаршылық. Осы жерде отырған көп адамдар сол ашаршылықтан аман қалған, ұрпағын алып қалу үшін Қазақстаннан қашқан кісілердің ұрпақтары отыр. Біз Наурыз тобы былтыр өзіміздің инициативамызбен сол ашаршылықтың құрбандарын еске алу, ұмытылмасын, тарихтағы сондай қиын кездер кейінгі ұрпаққа сабақ болсын, ондай сұрапыл дүниелер қайталанбасын деп біз ескерткіш орнастық. Келесі сөзді осы жерде бізде қазақтың қасиетті домбырасымен ашайық. Келесі номерді. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ, домбыра! Приятно было с вами познакомиться. Приятно, что вы с нами. Всего самого хорошего. Solman, guten Abend. Dankeschön, du bist dabei mit uns. Ja, ich wünsche alles Gute. Zum diesen Nauruz Gesundheit, erste Gesundheit, ja. Andere kommt. Alles Gute. Получается, приехали мы из Баткисимкина, сами из Казахстана, Актюбинск. И, в общем, Наурыз празднуется раз в 4 года, да, здесь. Получается, я вообще на Наурызе первый раз нахожусь. Каждый год. И как вам? Каждый год, да? Мне нравится, понравилось. Все, спасибо большое вам. Мен
Қазақстаннан Қостанай облысынан келдім, қала Рундидан. Осында 18 жыл тұрамын Германияда. Солай вот. Германияға қалай келіп тұрсың? Үйленіп, менің әйелім неміс болып, солай вот. Келдік мұнда Германияға, солай өмір сүріп жатырмыз. ЛКВ-да, ЛКВ, не қалай? Фура. Фурамен жүріп жатырмыз жұмысты, солай. Істеп жатырмыз. Жерлестерге сәлем. Баріне Қазақстанға сәлем, тағы да не айтайын. Өте қуаныштым. Солай вот. Рахмет. Поздравляем весь Казахстан с Наурызом, с этим замечательным праздником. Көңіл күймен өнер сүйген халқыма ән сыйлайын деп келдім. Көңіл күймен өнер сүйген халқыма ән сыйлайын деп келдім. Өлеңі көркем, өнерлі өлкем қазағымның даласы. Елін жырлайды, жерін жырлайды, жырмен от бердім. Көңіл күймен өнер сүйген халқыма ән сыйлайын деп келдім. Ең сұлу қыздар.
Біздің тақияның да мағынасы бар. Сәукелені неге киеміз, тақияны неге киеміз, үкілі тақияны неге киеміз. Мына қыздардың мен сұрама деп айтады. Ежелгі ұмыт қалған қазақтың тақиясы, мына шапан. Менің үстімдегі Қазақстанның батыс өңіріндегі стиль қазақ киімі мысалы. Мына жерде шапандар сондай, мынау да сондай, мынау қарсылгек деп аталады. Білмеген жұрттық айтып, көрген жүріп айтып жүріп, мынау да шапан, мынау да міне тәжеке жеңсіз, мынау жеңсіз, сәукеле, қалыңдықтың киімі. Неге сәукеле? Өйткені біз тәңірге сенгенбіз, я бұрынғы. Исламнан бұрын біз деген тәңірге сенгенбіз. Сондықтан біздің осы қалып Merhabalar. Biz bugün, ben kendim Türk'üm ama bir Türk olarak Kazak kardeşlerimin Nevruz kutlamasında burada beraber bir aradaydık. Çok eğlenceli, çok güzel bir Nevruz kutlaması oldu. Dostlarımızla eğlendik, yedik, içtik. Müziklerimiz çok güzel. Bu şekilde çok hala da eğlenmeye de devam ediyoruz. Nevruz bir kardeşlik, baharın müjdesi, insanların bir araya gelmesi, dostların bir arada buluşması, hep beraber güzellikleri paylaşmak demek. Çok güzel, kardeşçe bir gün geçirebilen insanlarla birlikte burada olmaktan ben de çok mutluluk duydum, onur duydum. Tabii ki her sene kutladığımız Nevruz'da ben de dostlarımın yanında olmaya gayret ediyorum. Bundan da büyük onur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Осылайша Германияда қазақтардың кездесуі өтті. Осы кездесуді ұйымдастырған 5 елдің ұйымдастырушыларына ерекше рахмет. Барлығы өте жағымды және шын жүректен өтті. Осы кездесу арқасында барлығы бір сәтте Қазақстанда болдық деген сезімге ие болды. Өкінішке орай бұл адамдардың сұхбаттарын жазу кезінде бейнедегі дауыс жоғалып кетті. Сол үшін біз кешірім сұраймыз. Болашақта әлі кездесеміз деген ойдамыз. Бізді соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Жаңа кездесулерге дейін достар.